Жаңа біз айтқан енді оқу бағдарламасы ұзақ мерзімді жоспар көрсетілген. Ұзақ мерзімді жоспар мысалы ол қалай құрылымдалады? Ұзақ мерзімді жоспар 90-дарға бөлінеді. Мысалы бізде мына жерде 7-ші сыныпқа арналған ұзақ мерзімді жоспар көрсетіліп тұр кестеде. Яғни 1-90-да қандай сабақтар өткізіледі? Яғни ұзақ мерзімді жоспардың жағы 1-90-да мысалы 7-ші сынып 1-ші бөлім, яғни биосфера және экожүйелер деген бөлімнің 4 сағаты қарастырылады деп тұр. Оған сәйкесінше тақырыптары және оқу мақсаттары болады. Яғни оқу мақсаттары көрсетілген. Бұл жерде осы бөлім, 1-ші бөлімнің адам әрекетінің қоршаған ортаға әсері деген тұр. Яғни бірінші бөлім деп, 3-ші бөлімнің. Яғни 7-ші сыныпта 3-ші бөлімнің тақырыптары, мысалы, мына жерде мынау 5 тақырып бір бөлімге біріктірілген. Яғни қарасаңыздар 1-90-да мына қоректік тізбек, қоректену, факторлар, бұлар жалпы ағза мен қоршаған ортаның тақырыбы 3-ші бөлім қарастырып тұр. Одан кейін тағы да 3-ші бөлім қарастырып тұр да, одан кейінгі тақырыптар 1-ші бөлімге тиесілі, яғни тірі ағзалардың көп түрлілігіне байланысты тақырыптар беріліп тұр. Одан кейінгі тақырыптарды қарасаңыз, енді 4-ші бөлімге тиесілі тақырыптар жасуша ұлпа мүшелерге қатысты берілген. Яғни кейбір жерлерде 2 оқу мақсаты беріледі. Яғни 2 оқу мақсаты бір тақырыптың деңгейінде осылай көрсететін болса, онда ол бір сабақта өтілетін тақырып. Ал егер де бір ғана оқу мақсаты көрсетілсе, ол да бір сабаққа өткізілетін болады. Міне 2-ші 90, 3-ші 90 деп, яғни 90-дардың бәрі осылай көрсетіліп қойған. Яғни бұл бізде оқу бағдарламасында көрсетілген ұзақ мерзімді жоспар. Енді мен сіздерге көрсетейін. Мә, апай, саламатсыз ба? 777 деп жазып отырмын, сөйтсем не шрифтім қазақша жатыр екен ғой, бәсе кірілмейді да. Айып етпеңізші, кешігіп қалдым. Жарайды, ешнәрсе етпейді. Жарайды, түсіндім. Ал енді оқу бағдарламасының анықтамасын жаңа айтып кеткенбіз. Оқу бағдарламасы деген не десе айтамыз? Пән бойынша тұжырымдама, яғни нормативті құжат. Ол жерде пәннің тұжырымдамасы, сағат сандары, бағалауы және бағалау әдістері, педагогикалық әдіс тәсілдер көрсетіледі. Ал енді ұзақ мерзімді жоспар, бұл білім беру деңгейі бойынша барлық сыныптардағы тарауларды белгілеп, олардың жалпы ережелерін анықтайды. Ал енді орта мерзімді жоспар. Ұзақ мерзімді жоспар, ол да бекітілетін нормативті құжат. Біз оны өзгерте алмаймыз. Ал енді орта мерзімді жоспар мен қысқа мерзімді жоспар бізде бұл нормативті құжат болғанмен, ол тікелей мұғалімнің өзі өзгерте алады. Енді орта мерзімді жоспар, ол сізге қысқа мерзімді жоспарды құрылымдау үшін қажет болып табылады. Орта мерзімді жоспардың ішінде сол сыныпта қарастырылатын тақырыптардың, тараулардың мақсат міндеттері, сосын мұғалім қандай іс-әрекет жасайды, сабақты қалай өткізу керек, қандай әдіс тәсілдер пайдалануға болады, қандай ресурстар пайдалануға болады, соның бәрі орта мерзімді жоспарда көрсетіліп тұр. Ал енді қысқа мерзімді жоспар, қазір ол күнделікті сабақ жоспары болып табылады. Біз жалпы оқу бағдарламасы жаңартылған кезде 2017-те толыққанды қысқа мерзімді жоспарды құрылымдайтын едік.
Ал одан кейін бізде пандемия болды. Пандемия кезінде 20-шы жылы бізде 130-шы бұйрық шықты. Қазір көпшілік мектептерде сол 130-шы бұйрыққа негізделе отырып қысқа мерзімді жоспарды құрылымдайды. Ал кейбір мектептер 22-ші жылы шыққан 382-ші бұйрықпен жұмыс жасап жатыр. Бұл екі бұйрықта да қысқа мерзімді жоспарда ешқандай өзгеріс жоқ, бірдей. Тек қана мынау 382-ші бұйрықтың өзгеру себебі ол қысқа мерзімді жоспарға байланысты емес, жалпы ата-аналарға инклюзивті білім беруге байланысты өзгерістер болғандықтан солай қайта бекітілді. Бірақ қазір көпшілік 130-шы бұйрықпен жұмыс жасайды. Оның 2017 жылғы қысқа мерзімді жоспардан айырмашылығы көптеген пункттері қысқартылған түрде алынған. Бірақ біз құрылымдауды толыққанды қысқа мерзімді жоспардан бастаймыз. Өйткені қысқарту барлық уақытта оңай, ал толыққанды дамыту ол қиын болып табылады. Сондықтан қысқа мерзімді жоспарды мен сіздерге жоспарлауды толыққанды нұсқасын ұсынамын. Енді жалпы ұзақ мерзімді жоспарда жаңада бағдарламаның ішінде көрсетіп кеткен бөлім және бөлімге қатысты жоспардың мазмұны және соған қатысты оқу мақсаттары көрсетіліп тұрады. Сонымен қатар ұзақ мерзімді жоспарда жалпы ұзақ мерзімді болсын, орта мерзімді жоспарда ондай қысқартылған тұжырымдар бар. Ол мысалы С деп белгілейтін болсаңыз, бүкіл сынып жасайтын жұмыс деген білдіреді екен. Топтық жұмыс бізде Т деген әріппен, жеке жұмыс тек бір ғана Ж деген әріппен, ал жұптық жұмыс 2 Ж деген әріппен, бірі үлкен, бірі кіші әріппен белгіленеді негізінде. Эксперимент деген әріпімен, мұғалімнің көрсетілімі болса, ол яғни демонстрация деп есептелінеді. Д деген әріппен. Ал енді бұның бәрі не үшін қысқартылған түрде керек? Өйткені біз қысқа мерзімді жоспарды жоспарлаймыз, сол кезде оның бәрін толыққанды жазып отыру қажет жоқ, осылай қысқартылған түрде. Мысалы жаңа айттық, жұптық жұмыс 2 әріппен Ж деген, жеке жұмыс жалғыз әріппен. Бұны еске сақтау да оңай. Сосын мұғалім міндетті түрде қысқа мерзімді жоспарда мұғалімнің түсіндірмесі көрсетіледі. Яғни кейде жаңа тақырып өтетін кезде мұғалім 1-2-5 минуттың арасында сол тақырып бойынша түсіндірілім жүргізіледі. Сол түсіндірілімді Н деген әріппен белгілейміз. Ал енді қалыптастырушы бағалауды КБ деген әріппен, ал қауіпсіздік ережесі мынау сәйкесінше Р деген сыртында қоршалған таңбамен белгілейміз. Яғни бұның бәрі бізде жоспарларда, яғни орта мерзімді, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарда көрсетіліп тұрады. Енді жалпы пән бойынша бөлім деген не дейді? Оқу бағдарламасында бөлімдер берілген. Осы бойынша сіздерден сұрағым келіп тұр, тағы да естеріңізге түсіру мақсатында. Ал Жанар, Арай кезектесіп, кім бірінші сөйлейді? Оқу бағдарламасында бөлім деген не? Ол сіз үшін қисынды болып табыла ма? Бөлімдер қажет па? Және осы бағдарлама бізде спиральді қағидатпен берілген. Сіз оны қалайша түсінесіз? Неге бөлімдер оқу мақсатына оқытуға әсер етеді деп ойлайсыз деген осы төңіректегі сұрақтарға жауап берсеңіздер. Ал қыздар, Арай және Жанар, сөз кезегі сіздерде. Жанар, айтасыз ба? Бөлім бізде оқу бағдарламасында неше бөлім бар еді? Арай, есімізге түсірейік. Оқу бағдарламасы биология пәні бойынша негізгі нешеден тұрады? 4 бөлімнен тұрады дегенбіз. Бірінші бөлім бізде тірі ағзалар және олардың көп түрлілігі. Екінші бөлім көбею, тұқым қуалаушылық, эволюциялық даму дегенбіз.
Ал төртінші бөлім бізде не еді? Төртінші бөлім. Үшінші бөлім. Зерттеу әдістері апай. Ага. Үшінші бөлім ағза мен қоршаған орта, төртінші бөлім кіріктірілген ғылымдар дейді. Яғни микробиология, биотехнология деп айтатын. Яғни бізде оқу бағдарламасы осы бөлімдердің аясында оқу мақсаттарына бөлініп отыратын, иә? Яғни оқу мақсаттары сол бөлімде не қарастырылады, сол бойынша бөлінетін 4 сандық кодпен. Ал енді спиральді қағидат дегенді қалай түсінеміз? Бұл жерде спиральді қағидат дегеніміз не? Спиральді қағидат дегеніміз апай, жаңағы бастауыш сыныпта біз өзінің терминдерін оңай тақырыптарды өтеміз ғой. Кейін жоғары класста, 5-ші класстан бастап жоғарылай бастайды. Жаратылыстану пәндері, биология, химия пәндері қосылады. Класс сынып бойынша бұл бағдарламасы да жаңағы қиындай бастайды. Сол төменнен жоғары қарай спираль сияқты келтірілген, қай ғалымның есіме түспей тұр. Брунер еді. Брунердің білім үдерісі деген еңбегінде жазылған спиральді қағидат, дұрыс айтасыз, қарапайымнан күрделіге 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін тақырыптар қайталанып, бірақ көптеген түрде беріліп отыратын еді. Дұрыс айтасыз. Рахмет, Жанар. Енді мынаны мен қазір сіздерге чатқа түсіріп жіберемін. Бұл сіздерге үй жұмысы. Ары қарап мен басқа тақырыптарды жалғастыра беремін. Бұл жерде кез келген сыныптың ұзақ мерзімді жоспарына талдау жасайсыздар. Мен сіздерге бағдарламаны жібергем. Сол бағдарламадан аласыз ба, 7-ші сыныпта аласыз ба, 8-ді аласыз ба, 9-ды аласыз ба, жоқ 1-ші тоқсанда аласыз ба, 2-ші тоқсанда аласыз ба, санап шығасыз. 1-ші тоқсанда қанша бөлім қарастырылды? Жаңа естеріңізде болса, мен 1-ші тоқсанда бұл жерде 3-ші бөлім тұр, 2-ші бөлім қарастырылды, 1-ші бөлім қарастырылды деп, яғни 3 бөлім қарастырылған. Сіз жазасыз 3 бөлім, олардың мысалы 1-ші, 2-ші, 3-ші бөлім мынандай тақырыптарда. Ал енді соның ішіндегі бөлімшелердің қайсысы? Яғни 1-ші бөлімде қоректену қарастырып жатса, қоректену деп жазасыз да, ал сол қоректенуге қатысты оқу мақсаттарының санын жазып қоясыз. 2 немесе 1 деген сияқты. Яғни бұл сіздерге үй тапсырмасы. Мен сыныпты өзіміз аламыз ба, апай? Ау? Сыныпты қай сынып екен өзіміз аламыз ба? Өздеріңіз таңдап ала салыңыздар. 8-ші сыныптан аласыз ба, 9-ші сыныптан аласыз ба, өздеріңіз білесіздер. Мысалы, мына жерде қазір сіздерге мынау көрініп тұр ма? Бағдарлама. Кез келген сыныптың ұзақ мерзімді жоспарын талдау деген тұр. Сол тұр, бағдарлама көрінбей тұр ма? Жоқ. Жоспарын талдау деген тұр. Қазір мен бағдарламаны ашайын. Мынау бізде бағдарлама. Мысалы, аласыздар, жаңағы қай тоқсан? 3-ші тоқсан, 7-ші сынып. Енді осы жерде қарасаңыздар, мынау тұрған тақырыптар қай 1-ші бөлімдік екен? Мынауысына қарайсыздар, 7-де, содан кейін 1-ші тұрған 1 деген. Яғни 1-ші бөлім деп жазасыз. 1-ші бөлім тірі ағзалардың көп түрлігі осы бөлімде. Енді осы бөлімде оқу мақсатының санын жазып деп тұр. 3 оқу мақсаты қарастырылған. Яғни оқу мақсатының саны деген жерге 3 деп жазасыздар. Ал енді ол жерде тағы да беріліп тұр. Бөлімнен кейін оның мазмұны. Мына тапсырмада бөлімшесі. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, зат алмасу, соңғы өнім, өсімдіктердің тыныс алуы, бөліп шығару. Яғни бөліп шығару, зат алмасу деген бөлімге қатысты. Зат алмасу бөлімі деп жазып қоясыздар. Кез келген 7-ні алсаңыз да, 8-ді алсаңыз да өзіңіз білесіз. Енді мен сіздерге қазір келесі тапсырманы көрсетейін. Бұл бізде
Қазір тапсырманы талқылайық. Мына. Сіздерге көрініп тұр ма жұмыс үстелім? Иә, япты көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Иә, мына. Қазір осы жалпы мектепте қысқа мерзімді жоспарлау үшін қажетті нормативті құжаттарды талдаймыз. Осы нормативті құжаттар, бұны да қазір мен сіздерге чатқа түсіріп жіберемін. Бұл нормативті құжаттар не үшін қажет? Олар міндетті ма жоқ, ұсынымдық сипаттағы ма? Оны қазір қарастырамыз. Сіздер де өздеріңізге жазып отырыңыздар, жарай ма? Сосын соны бекіту үшін learning.org-та тапсырма орындаймыз. Енді қараймыз. Бірінші бізде міндетті құжаттың бірі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Бұл стандарт міндетті деп жазып қоямыз. Яғни ол ұсынымда емес. Себебі ол нормативті құжат, бұл министрліктен бекітіп келеді. Барлық пәндер осы стандарттың ішінде. Ал енді осы стандартқа сүйене отырып, біз кез келген пәннің оқу бағдарламасы не істейді? Бекітіледі. Тыңдап отырмыз, бұл оқу бағдарламасы бізде де міндетті құжат. Біз оны өзгерте алмаймыз. Ол бізде оқу-ағарту министрлігі арқылы бекітіліп келеді. Сол бекітілген құжатты біз пайдаланамыз. Яғни біз оны өзгеріске ұшыратамаймыз. Өзіміздің қалаған тақырыбымызды қойып, қалаған тақырыпты алып тастап, немесе сағат санын өзгертіп жібере алмаймыз. Сондықтан бұл бізде міндетті нормативті құжат болып табылады екен. Енді бізде ұзақ мерзімді жоспар деген бар. Ұзақ мерзімді жоспар жаңа мен сіздерге көрсеттім. Яғни ол бөлімнің тақырыбы оқу мақсаттарынан тұрады. Яғни ол 90 бойынша бөлініп қойған, бірінші, екінші, үшінші, төртінші 90 бойынша. Яғни бұл құжатта бізде міндетті құжат. Біз оны өзгерте алмаймыз. Яғни бірінші 90-да өтетін тақырыпты екінші 90-ға апарып қоя алмаймыз. Бұл оқу бағдарламасының негізінде бекітіліп келген міндетті нормативті құжат болып табылады. Енді бізде орта мерзімді жоспар бар. Орта мерзімді жоспар бұл бөлім бойынша тақырыптарға бізге сол мысалы бір бөлімде 3 тақырып тұратын болса, 3 оқу мақсаты, сол оқу мақсатында біз қандай оқушыларға тапсырма ұсына аламыз? Немесе ресурс ұсына аламыз. Мысалы, жасушаның құрылымын өтіп жатсақ, сол жасушаның құрылымы туралы YouTube-та бір бейнебаянның сілтемесін көрсетіп қойған. Соны өзіміздің сабағымызда пайдалануға болады. Немесе тапсырма берген жасушаның құрылысына мынандай топтық жұмыс ұсынып тұр. Яғни ол жерде алуға болады. Немесе бізге ол басқаша тапсырма ұсынатын болсақ, ол жерде біз өз тапсырмамызды не істей аламыз? Ұсына аламыз. Яғни ол жерде өзіміздің ресурсымызды ұсына аламыз. Сондықтан орта мерзімді жоспар қандай сипатта болады? Міндетті бола ма? Ұсынымдық сипатта бола ма? Қалай ойлайсыздар? Менің қазір айтқан ақпаратыма байланысты бұл орта мерзімді жоспар қандай? Жеткізілуі. Ал? Міндетті. Дұрыс айтасыздар, яғни бұл ұсынымдық сипатта. Яғни ол жердегі біз тапсырмалардың түрлерін өзгерте аламыз, ресурстарды өзгерте аламыз. Дұрыс. Енді одан кейінгі құжат бізде қысқа мерзімді жоспар. Ол күнделікті сабақ жоспары. Мына оқу бағдарламасын, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспарды пайдалана отырып, біз күнделікті қысқа мерзімді жоспарлаймыз. Жоспарлап жатқанда біз тапсырманы өзіміз сол оқу мақсатына сәйкес тапсырма құрастырамыз. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийін құрастырамыз. Сол тапсырманы орындата алатындай ресурс іздейміз, бейнебаян іздейміз, немесе порталдар, платформалар іздейміз, сөйтіп пайдаланамыз. Және ол жерде топтық жұмыс береміз ба, жоқ жеке жұмыс береміз ба, өзіміз ұсына аламыз, оны өзгерте аламыз. Тек қана оқу мақсатын өзгерте алмаймыз да, сол оқу мақсатына сәйкесінше тапсырманы, әдіс тәсілді, бағалаудың түрлерін, ресурстарды
өзіміз сол тапсырманы оқушыға жеткізе алатындай қылып ұсынамыз. Сондықтан бұл қандай типтегі нормативті құжат болып табылады екен? Қандай типтегі? Ұсынымдық шығар, апай. Ұсынымдық шығар емес, ұсынымдық. Себебі біз не істедік? Өзгерте аламыз ғой. Өзгерте аламыз, дұрыс айтасыз. Тапсырманы өзгерте аламыз, әдіс тәсілді өзгерте аламыз. Өзіміз сол ыңғайлы қалай түсіндіруге болады, сол тапсырмаға лайықтысын аламыз, дұрыс айтасыз. Енді келесі құжат бізде саны дұрыс болмай кетіпті, мынау 7-ші, мынау 8-ші, 9-ші. Енді бізде нұсқаулық бар екен. Ол қандай нұсқаулық? Ол негізгі және жалпы орта мектептерде мұғалімдерге арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. Бұл бекітіліп келген нұсқаулық. Біз осы нұсқаулықты пайдалана отырып, арғарап критериалды бағалау жүйесімен танысамыз. Ол жерде бағалау критерий дегеніміз не, дескриптор дегеніміз не, баға қою кестесі дегеніміз не, модерация дегеніміз не, БЖБ деген не, ТЖБ деген не, бұның бәріне анықтама беріліп қойған, және соны қалай жүргізетін үлгісі беріп қойған. Біз бұны өзгертпейміз, өзгерте алмаймыз. Тек қана осы нұсқаулықты пайдалана отырып, бағалаудың түрлерін біліп, бағалауды қалай жүргізеді екенбіз, соны іске асырамыз. Сондықтан бұл бізде қандай нормативті? Міндетті болады. Міндетті болады, дұрыс айтасыз. Яғни критериалды бағалауға арналған нұсқаулық міндетті нормативті құжат. Енді келесі бізде 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясы деген бар. Бұл да бекітіліп келеді. Спецификация 90-дық жиынтық бағалау қалай жүргіземіз? Ережесін бекітіп бізге беріп қойған. Яғни 90-дық жиынтық бағалау ол сабақ кестесіне қойылады. 90-ның сонында бір сабақтың деңгейінде өткізіледі деп жазылған, 40 немесе 45 минут. Ол жерде оқушылар қосымша кітаптарды, қосымша материалды пайдалана алмайды. Тек қана берілген тапсырмамен, ручкамен болды жұмыс жасайды. Басқа ешнәрсе қаралмайды. Оның белгілі уақыты бар. Одан модерация қалай жүргізеді? Модерацияны кім жүргізеді? Бәрі нақты берілген. Бұл бізге спецификация. Осыған сүйене отырып, біз 90-дық жиынтық бағалауды не істей аламыз? Жүргізе аламыз. Сондықтан бұл нормативті құжат бізде қандай типте болады? Қандай типте болады екен, қыздар? Ұсынымдық па? Ұсынымдық па? Жанар, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде біз ешнәрсе өзгертпейміз. 90-дық бағалау болса, міндетті болады. Бағалауды өзгертеміз. Оңдық жүйе ғой бізде. Міндетті болады, дұрыс айтасыз. Енді бізде жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бар. Енді жиынтық бағалауға арналған ол жерде тапсырмалар. Енді жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды сол жерде тұрғанда бізге үлгі ретінде берген, пайдалансақ та болады, немесе соған қарап отырып, өзіміз сондай жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастырсақ та болады. Сонда бұны біз өзгерте аламыз. Бұл қандай типте болады сонда? Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныс, өзі айтып тұр. Қыздар, бұл әдістемелік нұсқаулық, әдістемелік ұсыныстар болса, ұсынымдық болады. Ұсынымдық болады. Яғни ол жерде берілген тапсырманы бізге үлгі ретінде ұсынып тұр. Осыны пайдалансаң болады деп. Бірақ біз өзіміздің күнделікті беріп отқан тапсырмаларымызды ескере отырып, тапсырманың форматын ескере отырып, өзіміз құрастырып, өзіміз жасай аламыз. Сондықтан бұл ұсынымдық сипатта болады екен. Енді қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы.
7 сыныптан 11 сыныпқа дейін күнделікті сабақта оқу мақсатында пайдалануға болатын қалыптастырушы бағалау тапсырмаларының жиынтығы берілген. Бұны да біз өзіміз білеміз. Егер соған қарап соны алсақ та болады, немесе өзгертсе болады. Яғни бұл да өзгертуге келетін нормативті құжат. Бұл күнделікті жазылады. Күнделікті қалыптастырушы бағалау өзгеріп тұрады бізде. Сондықтан бұл да қандай сипаттағы? Ұсынымдық сипаттағы нормативті құжат. Міне, біздің қысқа мерзімді жоспарды жоспарлау. Бұл да ұсынымдық қой. Ұсынымдық, дұрыс айтасыз. Қысқа мерзімді жоспарлауды жоспарлауға ұсынып тұрған нормативті осындай 9 құжат бар екен. Ал бұл 9 құжат бізде қандай міндетті және ұсынымдық деп бөлінеді екен. Міне, яғни 1, 2, 3, 4, 5 ол міндетті құжат болып тұрды, ал 4 бізде ұсынымдық сипаттағы құжат болып тұр. Яғни қысқа мерзімді жоспарды жоспарлауға арналған нормативті құжаттармен аттарымен таныс болдық. Яғни олардың міндетті немесе өзгертуге болатын ұсынымдық сипатта екенін көрдік. Енді қазір сіздермен біз жұмыс жасаймыз. Қазір тағы да экран поделиться деп. Ал Жанар Арайлым, дауысымыз шығарамыз. Жаңа апай. байланысты практикалық тапсырма орындаймыз. Құжаттарды қолдануы бойынша 2 топқа жіктеңіз деп тұр. Міндетті құжат және ұсынымдық сипаттағы құжат. Ал кеттік. Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. Критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. Бағалау критерийін қалай жүргізетіні туралы нұсқаулық бар дедік. Бұл қандай сипатта болады? Міндетті болады ғой. Бұл міндет. Арай, сіз қалай ойлайсыз? Критериялық бағалау болса міндетті болады бұл. Міндетті болады. Критериалды бағалау міндетті. Ал енді орта мерзімді жоспар бар. Ұсынымдық болады. Ұсынымдық ба? Жанар, сіз не деп ойлайсыз? Ұсынымдық. Ұсынымдық. Не себепті ұсынымдық? Өзгерте аламыз о себебі. Нені өзгерте аламыз? Өзгерте аламыз, апай. Бұл орта мерзімді. Айтасың, айта бер, Жана. Ал Арай, айта бер. Айғаным, мен анықтама жазып отырам, апай, кешіріңізші. Орта мерзімді жоспар, апай, 6 айға құрылады ғой, сол 6 ай ішінде өтілетін тақырыптарға байланысты жаңағы өтілетін именно несін оқу бағдарламасын өзгерте алмауымыз мүмкін, бірақ қалай қай уақытта өтілетін өзгертуге болатын жер. Жоқ, бұл жерде біз айттық. Солай ма? Солай түсіндім сіздің айтқаныңызды. Ресурстарды өзгерте аламыз дедік. Мысалы, топтық жұмыс болса, жұптық жұмыс, немесе ресурстар болса өзгерте аламыз. Яғни бұл бізде ұсынымдық сипатта. Енді оқу бағдарламасы, Жанар, сіз айта қойыңыз. Міндетті ма, жоқ ұсынымдық па? Арай? Бағдарламасы бұл міндетті. Себебі бұл бекітіліп келеді. Енді қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы. Күнделікті бұл ұсынымдық. Ұсынымдық. Яғни бұны біз не істей аламыз? Өзгерте аламыз. Ал енді қысқа мерзімді жоспар. Бұл да не ұсынымдық? Ұсынымдық. Күнделікті жазыла ма, жоқ айына 1 рет жазыла ма?
Қысқа мерзім жоспар күндікке арналған. Себебі ол жерде әдіс тәсілдер қалай өтілетіндігі туралы көрсетілген. Бұл мұғалімнің фантазиясына байланысты ғой. Шеберлігіне байланысты, иә, дұрыс айтасыз. Енді 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясы. Бұл міндетті. Міндетті. Себебі оны біз өзгерте алмаймыз. Ол жерде 90-дық жиынтық бағалаудың жүргізу ережесі белгіленген. Енді мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Бұл қандай? Қыздар? Бұл қандай болады екен? Арай, Жанар? Бұл міндетті болады, стандартты білім беру. Міндетті болады, стандарт. Сіздерде пауза көп болып қалып жатыр. Ұзақ мерзімді жоспар дейді. Ұзақ мерзімді жоспар міндетті ма, жоқ, ұсынымды ма? Міндетті. Міндетті. Міндетті, бұл жерде бөлімнің оқу мақсаттары көрсетілген және 90-мен бөлінген. Енді жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. Бұл қандай? Қыздар? Бұл қандай сипатта? Ұсынымдық бола ма, апай? Ұсынымдық. Ұсынымдық, яғни бұны біз өзгерте аламыз. Біз ұсыныс деп жазып тұр, иә? Міне сонда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу және мына төртеу. Жарайсыз, сіз тапсырманы дұрыс орындадыңыз деп жарайсыздар. Яғни біз мектепте қысқа мерзімді жоспарды жоспарлау барысында не істейді екенбіз? Қолданатын құжаттардың қайсысын біз міндетті нормативті құжат, оны өзгертпей пайдалануға болатын, және қайсы құжаттарды біз өзгертуге болады. Яғни өзіміз идея тастап, өзіміз тапсырмасын құрастырып, өзіміз әдіс тәсілдерін беріп өзгертуге болады екен. Түсінікті болды, иә? Енді біз келесі сабағымызға қазір өтейік. Бұл сіздерге түсінікті болды. Қысқа мерзімді жоспарлауға байланысты қарастырамыз. Поделиться, яғни біз енді қысқа мерзімді жоспарды құрылымдауға бөлімдері бойынша сабақ жоспарлауды өтейік. Енді бізде бүгінгі тақырып жалғасады, қысқа мерзімді жоспарды құрылымдау. Енді мен сіздерге бұл сұрақтың қажет жоқ, сіздер қазір сабақ өтіп жүрген жоқсыздар, сондықтан сабақ қысқа мерзімді жоспар, ол оқу жоспарының бірі болып табылады. Ол күнделікті сабақ жоспары деп айтылады екен. Енді қысқа мерзімді жоспар, яғни сабақ жоспарының құрылымына тоқталайық. Мынаны жазып алыңыздар немесе түсіріп алыңыздар. Ол жерде ең бірінші оқу мақсатынан кейін сабақ мақсатын шығарамыз. Сабақ мақсаты болады, бағалау критерийі, құндылықтарға баулу, тілдік мақсат, пәнаралық байланыс және алдыңғы білімді қалыптастыру жүреді. Қазір осы бойынша мен сіздерге қысқа ғана бір қазір бұдан гөрі баян көрсетейін.
қарағанда. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Пән мұғалімдерінің қажеттіліктеріне орай түсінік беруді қажет ететін сұрақтар мен мәселелерді талқылау, қарастыру мақсатында сіздерге қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрылымдау, биология пәнінен қалыптастырушы бағалауға көмектеседі. Ол үшін мұғалім тақырыпқа сәйкес оқу материалы мен сабақтағы әрекетті мұқият іріктеп алып, сабақ жоспарлауды бастағанда сабақтың мақсатын, бағалау критерийін, құндылықтарға баулу, тілдік мақсат, пәнаралық байланыс, алдыңғы білім және қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құрастыру қажет. Осы орайда пәнаралық тақырыптар оқушыларға анағұрлым күрделі идеялар туралы түсінік қалыптастыру үшін алып жатқан білімін алдыңғы біліміне негіздеуге мүмкіндік береді. Қысқа мерзімді жоспарды құрастырғанда пән мұғалімі сабақ тақырыбына сәйкес біріншіден оқу бағдарламасы мен оқу жоспарында көрсетілген оқу мақсаттарын басшылыққа алуды ескеру қажет. Яғни оқу бағдарламасында оқу мақсаттары кодпен берілген. Мысалы, 7-ші сынып, 1-ші бөлім, 2-ші бөлімше, 2-ші оқу мақсаты деп. Ал қыздар, не жерде мұғалім ескеру қажет дейді. Сабақ жоспарын құрастырып жатқанда біз оқу мақсатын қайдан алады екенбіз? Оқу бағдарламасынан аламыз. Мен сіздерге мына қазір 1 минутта сабағымыз аяқталып қалады. Сіздерге чатқа қысқа мерзімді жоспардың шаблонын тастайын. Жағы жоспар бағдарлама бойынша тапсырма орындайсыздар ертең, шаблонмен танысып келу үшін. Бұл жерде ешнәрсе орындамайсыздар. Яғни қысқа мерзімді шаблон неден тұрады екен? Сол шаблонды білсеңіздер, қарап отырсаңыздар немесе шығарып алыңыздар, мен сол бойынша ертең түсіндіру жұмыстарын жүргіземін. Яғни сабақтың мақсаты бізде не себепті оқу мақсатын, сабақ мақсатын шығарамыз? Өйткені біздің алдымызда отырған білім алушылардың деңгейі әртүрлі. Сондықтан міндетті түрде сабақ мақсатын шығарамыз. Ол бізде оқу мақсатына сүйене отырып шығарылады, және оқу мақсаты бізде бағдарламадан алынады. Ал Арай, Жанар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? апай. Апай, біз бұдан басқа тағы да бір пән өтіп отырық та. Сода да тоже тура осы тақырыптар ғой. Екеуіңіз екі жақтап бірдей нелерді. Негізі менде пәнді Сол үшін түсініктірек болып жатыр ғой. Кәдімгі жаттап алдық уже. Жаттап алдыңыздар ма? Сіздердің ол сабақтарыңыз инновациялық технологиялар. Олар Иә. инновация технология болғанда